Бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Айшуақ. Бүгінгі видео қош келдіңдер достар. Бүгін бізде наконец-то видео шығайын деп жатыр. Где-то бір айдай ма видео шықпады каналда, и бүгін түсірейін деп жатыр. И бұл видеоны мен деген, басқаша ерекше видео болайын деп тұр. Бұл жерде біздер деген көпшіліктерін білетін шығарсыңдар. Кезінде 100 звездаға жаздым деген видео популярный болған болатын достар. И маған осы идеяны өткенде Асхат айтты. Неге блогерлерге жазып көрмейсің деп достар. И мен бүгін соны блогерлерден бөлек там дофига адамдарға жазайын деп жатыр. Менде қазір достар Инстаграмда галочка бар, өздерің байқаған шығарсыңдар. Мен осы видео үшін өтірік айтпай қойын, осы видео үшін сол галочканы сатып алған болатын бір айға. И менде галочка болғаннан кейін маған Инстаграмнан ол адамдар маған ответ қайтару шансы көбірек болады достар. Сол үшін де мен қазір неше түрлі қазақстандық және де шетелдік жұлдыздарға жазам, ютуберлер, әншілер достар. Менде список бар, кімдерге жазам. Штатив сәл болғанда құлатып жаздым. Менде бір список бар, 10-11 адамдай где-то, и біз қазір барлығына жазып бастайтын боламыз. Сразу видео лайктарын басыңдар, арнамызға тіркеліңдер, давайте каналға тез-тез 40 мың, 50 мың и 100 мың подписчикке жеткізіп кетейік. А сериясы қосылған Mailbet тең 260 мың теңге. Италия А сериясының 10-шы турының орталық матчында Джузеппе Меатса стадионында Милан мен Наполи кездеседі. Қазіргі кесте лидерлерінің солтүстік Астанаға сапарынан кейін қызыл қаралар скудетто үшін күреске араласады ма достар? Осындай қызықты матчтан қалып кетпеу үшін достар, осы видеоның астына тұрған закрепленный комментарийдағы сілтемеге өтіп, Mailbet сайтына кіріп, регистрация кезінде менің промокодын жазсаңдар, сендерге 260 мың теңге бонус береді достар. Ссылка закрепленный комментарийда, бәріміз бірге матч қарайық. Бізде достар бірінші адам бұл бізде НН Нұрдәулетке жазайық достар. Так, бұны основасына жаза алмайды екенбіз. Екінші аккаунтына жаза алады екенбіз достар да. Так, екінші аккаунтына жазайық. Не деп жазсақ болады? Дұрыстап әдемілеп жазайық достар да. Может келісіп қалады. Ассалаумағалейкум. Достар, мен деген НННге жазып қойдым. Ассалаумағалейкум, мен Қазақстанның ютубер едім. Ютубқа сенің Ламборгиниймен, яғни Ламборгини Уруспен видео түсіргім келіп жүр. Мүмкін болса сол видеоны түсіріп кетсем, қалай қарайсың деп достар. Біз Нұрдәулетке алғашқы сообщениеміз кетті. Біз ертең ровно 24 сағатқа кейін Инстаграмға қайта кіріп тексеріп көреміз. Бізге ответ қайтарды ма, жоқ па, бәрін бірге көретін боламыз достар. Достар, біз Нұрдәулетке жаздық. Енді давайте Садрадинге жазайық. Бізде Садрадин Инстаграмда 2 миллион 300 мың подписчик бар екен. Так, Садрадинге не жазсақ болады? Ассалаумағалейкум. Концертке 2 билет дайындап қоя аласың ба деп жазайыншы. Ассалаумағалейкум, қалайсың? Алдағы болатын концертіңе VIP билетпен шақырту жасашы бұйырса деп жазып жібердім. Все, Садрадинге біздің сообщениеміз кетті. Приглашение отправлено достар. Болды. Ал біздер достар әншілерге жазып бастап жатырық. Давайте Қайрат Нұртасқа жазайық. Бізде Қайрат Нұртас 6 миллион 800 мың подписчигі бар екен. Ассалаумағалейкум, қалайсыз Қайреке? Қазақстандық YouTube блогер едім. 100 танымал адамдарға сообщение жазып отырмын деген видео түсіріп жатырмын. Менің көрермендеріме сәлем жолдап жібере аласыз ба дедім. Ал кеттік достар. Если бізге Қайрат Нұртас ответ қайтарып сәлем жолдап отса, вот ол сендерге сәлем жолдап отыр деп қабылдаңдар достар. Бізде Қайрат Нұртас десе есімізге көбінесе Төреғали Төрәлі түседі ғой. Давайте кеттік, Төреғали Төрәліге де осы сообщениені жазайық. Бізде Төреғали Төрәлі ағамызда бізде 4 миллион подписчик бар екен. Давайте бейтейік. Төреғали Төрәліге тоже осындай сообщение жазып жібердік достар. Біздер енді тағы да бізге сәлем жолдап отса, уже 2 әншіден сәлем жолдаған болады достар. Бейтейік достар, әншілерге біз жазып болдық деп ойлаймын. Пока что давайте орыс ютуберлерге көшейік. Мен Литвинға сообщение жазғым келіп отыр. Мен өзім Литвиннің видеоларын қараймын достар, соған қызғам, мен Литвинға сообщение жазғым келіп жүр. Литвин енді ответ бере ме бермей ме білмеймін. Мен бұған просто здорово, брат, го коллап деп жазып жіберемін. Болды, Литвинға да солай сообщение жазып жібердік. Здорово, брат, как делишки? Снимаю ролик для ютуба, написал 100 звезд. Можешь передать привет для моих зрителей деп жазып жібердім достар. Енді біздер ответ қайтарса, Литвиннан да сәлем болады. Және де мен Литвиннан кейін мен орыстардан көбінесе Exile-ды да тоже қарайтын болам. Exile-ды может кейбіреулерін танисыңдар, кейбіреулерін танымайсыңдар. Қазір біз Exile-ға да сообщение жазатын боламыз. Тура сондай. Литвинға жазған сообщениемізді біздер скопировать еттік и Exile-ға жібердік достар. Бұлар енді маған ответ беріп қалулары мүмкін. Менде де галочка бар, бұларда да галочка бар, қараңдар. Директінен галочка болып кетті достар. И мен аккаунтында да галочка тұрғаннан кейін бұлар ответ беріп қалуы мүмкін. А4-ға жазайық. А4-ға жазайық достар біздер. Мен қазір А4-мен директ ашқым келіп тұрған жоқ, мен кішкентай кезімде А4-ның фанаты болдым. И мен бұған сообщениелер жазған болуы мүмкін. Ничего, бірге көреміз достар, кеттік ал. Прикинь, жазбаппын достар. Плюс 1000 аура. Все. А4-ға тоже осылай сообщение жазып жібердім. Орыстардың бәріне бір сообщение жазып жатырмын достар. Компотқа жазайық.
компот майнкрафтер, өздерілерін танитын жасындар. Осыған жазып кетейік. Все, копировать ставить, достар. Все, компотқа да жаздық. Осы немізді, сообщениемізді. Салам передай деп жазып бердік, короче. Қайсы ответ береді екен? Маған 24 сағат бойы күту керек. Бұлардан жауапты. Кімнен жауап келеді екен, достар? Походу, хотя бы 1-2 адам жауап беретін сияқты, достар. Нақтысын білмеймін, но сонда да бір-екі адам жазып қалатын сияқты. Mailstroyға жазайық та, достар. Mailstroyға жазайықшы. Mailstroy ответ қайтарып қалуы мүмкін. Все, Mailstroyға тоже солай жазып бердік. Плаки или нормалдаки. Mailstroy танитын шығарсыңдар да, достар. TikToktан көрген боласыңдар бұны. Явно по-любому тануларың керек, сендер, достар. Mailstroyды түрін көрген болуларың керек, хотя бы экранды көріп тұрсыңдар ғой. Вот. Мынау қатып қала береді дейтін Мұрат Әбділдаға жазайық та біз, достар. Мұрат Әбділдаға жазайық та. Не жазамыз оған? Так, битик. Қайрат Нұртасқа жазған сообщениелерімізді копировать етіп, Мұрат Әбділда бәрінен былайнан сәлем сұрағандарын сұрап алайық та, достар. Мұрат Әбділда, мен аған жазамайым ғой. Мен бұған жазамайды екенмін. Так, мына аккаунттан әлде. Маго Мұрат Әбділда. Бұған да жазылмайды, достар. Мұрат Әбділда жазылмайды, достар. Сообщениесін жауып тастаған. Битик, достар, миллион командасына жазайық. Миллион командасын сендер танитын, білетін шығарсыңдар, бәраттар жезуқан көрген шығарсыңдар. Давайте миллион командасын жазайық біздер, достар. Миллион десем, Мансар миллион дейді. Кеттік ал. Сообщениесі ашық тұр екен. И бәрінен привет сұрап шығайық. Все, Мансарға, достар, біздер жібердік. Енді бүкіл полностью бір командаға жазып жасайық та, целый. Қанат миллион. Кеттік. Тоже. Бәріне бір сообщение жазып шығайық. Еромға да жазайық, достар. Еромға бәрлығына ответ беріп қалу мүмкін, достар. По идее, ответ беретін шығар деп ойлаймын, хотя біреу оқитын шығар. Мақсатқа тоже жазайық, достар. Миллион командасына полностью жазып шығайық бәрлығына. Может быть, ответ беріп қалатын шығар, хотя бы біреу болсын, достар. Бәріне былайдан сообщениеміз жазып шығайық. Нұрлан Қоянбаев бізде, достар. Қазақстанның Инстаграмда ең көп комментарий бар публикация, достар. 15 миллион комментарий жинаған. Давайте Нұрлан Қоянбаевқа тоже жазып кетейік. Әлшер Қонысбаев, достар. Әлшер Қонысбаевқа давайте Садрадинге жазған сообщениемізді Әлшер Қонысбаевқа тоже жіберейік. Ол да әнші ғой, өлең шығарып жүр. Давайте Әлшер Қонысбаевқа да былайынан бүйтіп сообщениемізді жазып жіберейік. Олжасхан, достар, Олжасханға жазбаппыз ғой, достар. Олжасхан тоже ютубты жақсы түсіріп жүр, достар. Вот Олжасханмен коллаборация түсіруге қарсы емеспін, достар. Давайте пока что бәріне былайынан сәлем жолдауларын сұрап жатырмын, достар. Если ответ беріп қалып жатса, дальше сөйлесіп кетіп жатсақ, достар, может быть, коллаб болып қалатын шығар. Жанабылов Ерболат, достар. Кеттік, Ерболат Жанабыловқа да жазайық инстаграмына. Ассаламалейкум, қалайсыз? И все, болды. Медетжанға жазайық, достар. Медетжан. Кеттік ал. Медетжанға, хоппа, все, болды. И Азамат Тұрсынбай. Достар, Азамат Тұрсынбайға сообщение кетті. По идее ответ беріп қалу мүмкін. Өйткені біз бір-біріміз танимыз, достар. WhatsApp-тан сөйлесеміз, бір-бірімізге былай инстаграмымыз жоқ. WhatsApp-тан сөйлесеміз, бір-біріміз танимыз. Номеріміз бар, тек мен бірақ инстаграмнан жазып отырмын. Может, ответ беріп қалу мүмкін, достар. Қора деген Қайсарға жазайық та, жігіттер, Қайсарға. Болды, достар. Ассаламу, қалайсыз? Қазақстан YouTube блогер едім, 100 таналарымда жазып жатырмын. Көрермендеріме сәлем жолдап видео жібере аласыз ба? Рахмет. Қора деп жазып жібердім, достар. Арман Пирмановқа тоже жазайық. Арман Пирмановты, достар, танитын шығарсыңдар. Бұл Арман Пирманов бізде қателеспесем Қазақстандағы футбольный YouTube'да футбол жанрында, короче, ең танымал адамдардың бірі. Так что давайте Арман Пирмановқа жазайық. Арман Пирмановқа тоже жазып жібердім, достар. Арман мені танит, по идее, біз өмірде кездестік, бір-біріміз білеміз, и бұл тоже ответ беріп қалуы мүмкін. Но инстаграмымыз жоқ бағанағыдай, тек телефон номеріміз бар, инстаграмымыз жоқ. Сека Вайнсқа жазайық та, достар. Сека Вайнс. Вот, Сека Вайнста тоже ответ беріп қалып жатса. Сека Вайнс тоже ответ беріп жатса, достар. Вообще тема кететін еді. Сека Вайнсқа да жаздық. Все. Тема, достар, тема. Пока что мен қанша адамға жаздым, бір қарап шығайын, достар, қанша адамға жазғанымды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 адамға жазыппыз, достар. Пока что енді дальше кімге жазам? Бол, достар, пока что күтейік. Осы 24 адамға жаздым. Орысы да бар, қазағы да бар, достар, бәріне жазып шықтым. Енді ертең ровно 24 сағат күтеміз. Сағат бізде қазір 7:30 болды. И ертең сағат 7:30-7:00-лерде менде инстаграмға қайттан кірем да,
тексеремін, маған кім ответ берді, кім ответ бермеді достар. Сол кезде бәріміз бірге көретін боламыз. Ал кеттік, 24 сағаттан кейін кездесеміз. Достар. Ал достар, қалайсыңдар? Қош келдіңдер бүгінгі видеоның жартысына. Сендерге қызық болып тұрған жерде кім бізге ответ берді екен деп. Мен 24 сағат бойы күттім. Ешкім ответ бермеді. Тағы да 24 сағат күттім. 48 сағат күттім мен общий достар. Бүгін бізде 27-сі. Мен алдыңғы видеоны осы частын бастапқы бөлімін 25-і күн түсіргем. Бізге может быть біреу ответ берген шығар да достар. Қазір жаймен отырып тексерейік достар. Біздер деген 25 адамға ма жазған болатынбыз где-то. Так, бізде жарайды, созбай қойыншы. Маған ешкім ответ бермеді. Тоқтарбек Сегавайнс ответ бермеді, оқымады даже. Арман Пирманов оқымады, Қайсар оқымады. Азамат Тұрсынбай, Медетжан, Жанабылов, Олжасхан, Алишер, Нұрлан Қоянбаев ешқайсысы оқымады достар. Мақсат, Ерболат, Қанат, Мансар оқымады. Мейлстрой, Компот, А4, Эксайл, Литвин, Төреғали Төрәлі, Қайрат Нұртас, Садрадин және де ННН достар. Оқымады ешкім. Сол үшін де маған ешкім жауап берген жоқ. Бәріне жазып көрдім. 48 сағат бойы күттік. Бізге ешкім жауап берген жоқ достар. Түсінуге болады, өйткені менде Инстаграмда дайректті менде де қарамаймын достар. Менде даже дайрект ашылмайды. Дайректте сендер маған сообщение жазасыңдар ғой запроста. Запрос маған көрінбейді достар. Ашылмайды, мен дәл қазір оны сендерге көрсетіп бере аламын. Запросыға кіреміз. Мына жерде қазір достар. Запросыға кіреміз. Запросыда ешкім жоқ менде достар, қараңдар. Ешкім запросы маған нет деп шыға береді достар. Сендер маған жазатын шығарсыңдар, может. Ал маған ол сендердің жазғандарын келмейді вообще. Уведомление келмейді. Даже мен запросқа кіріп тексергеннің өзінде оны қарай алмаймын. Сол үшін де менде көрмедім. Мен бұларды түсінуге болады. Оларда да дәл осындай шығар достар. Так что бізге 25 адамның ешқайсысы ответ берген жоқ. Если осындай видео тағы да түсіргем қаласыңдар, комментарий жазыңдар. Және де қандай блогерге жазайын, оны да комментарий жазып кетіңдер. Мен сендер айтқан блогерге жазам. Может, олар бізге ответ беріп қалар достар. Осы жерден біз видеомызды аяқтайық. Сендермен болғанмен Айшуақ, біз осындай жұлдыздарға жазып көрдік, галочка сатып алып болмайды екен. Ал енді ничего зато достар, ничего. Достар, осындай болды. Видео ұнап деген ойдам. Лайктарын басыңдар, арнамызға тіркеліңдер. Давайте каналға тез-тез 40 мыңға жеткізейік, 50 мың, 100 мың. Тағы да келесіде скоро мықты видеолар шығады. Каналға обязательно тіркеліңдер, өйткені скоро достар. Трек за 5 минуттың 3-ші бөлімі болатын болады. Ал сау болыңдар.